Я придумала. Сіз негізінде жолдасыңызға 5 бала туып беремін деп уәде беріпсіз. Одан үйде болып қатын болып отырайды. Көп адам бірақ ойлайды екен. Роза келіні қойын жасамайды. Мен де қысым көрдім. Сіз Искаков тегін өтпедіңіз. Егер мені таныстырмаса, мен тұрмыс құрмайтын едім. Сіз кәсіби тұрғыда психолог емес. Өмірімді өзгерткім келді. Неге адамдар сізге жасады? Очень сильно выгорела. Қандай кеңес айтасыз? Баламен сөйлесуге ерінбеу керек, баламен сөйлесуге уақыт табу керек. Бізде көбісі отбасыны құрғысы келмейді, адамды сыйламайды. Қоғамда ажырасқан еркекке қарағанда ажырасқан әйелге қиынырақ. Меніңше күйеуім комфорт қой негізі. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде қонақта танымал қаржылық коуч, эксперт, қарым-қатынас маманы, официально актриса Роза Әшірбаева. Рахмет. Құтты болсын. Нагүл жауы сізге. Рахмет шақырғаныңызға. Өзіңіз секілді әдемі розалар. Рахмет үлкен. Шақырғаныңызға рахмет. Бұл менің официально киноактриса болғаннан кейінгі бірінші сұхбатым. Тамаша. Тәжіге қойсаңыз да болады? Или қыздар. Қалайсыз жалпы? Қалай екен? Актриса болған? Әлі түсініксіз. Уақыт өте түсінікті болатын шығар. Қалай болады екен? Халық киноны қалай күтеді? Енді республика бойынша 25 қаңтардан бастап көреді. Қазір әзірше біз Алматы және Астанада жабық қаралым жасап жатырық. 25-нен бастап халық көргеннен кейін бағасын береді, сол кезде айтамыз, наверное. Жақсы, толығырақ сәлден соң тоқталамыз міндетті түрде фильмге. Бірақ мен мынадан бастағым келіп отыр. Былтыр 25 подкастқа барыпсыз. Сұхбат бердіңіз. Түрлі тақырып қозғалды. Сіз айтылмаған тақырып қалмаған шығар сірә. Бірақ өзіңіз айттыңыз, сұрақтар қайталанады дедіңіз. Неліктен қайталанады деп ойлайсыз? Мен қозғайтын тақырып эксклюзивті болғандықтан деп ойлаймын. Өйткені жалпы әйелдің құқығы, гендерлік теңдік, гуманизм мәселесін, коммуникациядағы әділеттілік жайлы ерекше контент беретін сияқтым, содан кейін шығар. Қандай сұрақтар сізді жалықтырып жіберді? Жалықтырды деп айта алмаймын. Әрине, сұрақтардың сапасы аудитория өскеннен өзгерген жоқ. Жалпы тікелей эфирлерді бастаған кезде менде 120 мың оқырман болған. Қазір 380 болдық. Бұның бәрі өзі экологичный, табиғи түрде келіп жатқан, тек контентке келіп жатқан адамдар. Сұрақтардың мағынасы, мәні өзгерген жоқ. Тура сол. Уже жалықтың ба, жалықпадың ба, бәрібір. Ол сенің жұмысың, ол жауап бересің болды. Дұрыс айтасыз. Сіз айтыңыз, мне кажется, розы слишком много дедіңіз. Бірақ бір сұхбатыңызда Роза неге сұхбаттарға жиі барады? Себебі ол айта беру керек, осы тақырыптар жайлы деп айттыңыз. Қалай жалпы? Менде сондай бір, қалай айтсам болады. Толғанысым бар да сондай. Экзистенциальный такой, думаешь, слишком көппін деймін. Бір кезде ойлаймын. Оны енді қазір көп активистер көп, әйелдің құқығын айтып атқан, гендерлік теңдікті белсенді түрде айтатын активистер көп, бірақ аудиториясы көп, қазақ тілінде айтатын тек қана мен болып тұрмын да. Сондықтан да аудиторияның көп болғаны бір жағынан бағым, бір жағынан ол менің жұмысым. Сондықтан да арасында сол шаршаған кезде, эмоциональный выгорание болған кезде мен слишком көппін болды деп, содан кейін қой қаншама сұрақ келіп жатыр, қалай жауап бермеймін деп бәрібір жұмысқа шығамын. Менің әріптестерім білесіз бе, былай айтады. Роза телевидениеге барған кезде, сұхбат берген кезде мүлдем бөлек отырады, басқаша сөйлейді. Подкасттарға барған кезде, YouTube арналарға сұхбат берген кезде мүлдем еркін отырады, басқаша дейді. Сізге қалай сезіледі? Рас па айтқандар? Пікірмен келісесіз бе? Телевидениеде біріншіден аз уақыт береді. Олар аз уақыт береді. Екіншіден сұрақ қойған кезде телевидение бәрібір определенный бір цензурамен сұрақ қояды. Менің еркін сұрақтарға жауап беруіме мүмкіндік бермейді. YouTube'да еркіндік бар. Сізге мына сұрақ бойынша айтпаңыз немесе мына тақырыпты айтпаңыз деп ескертпе жасағандар болды ма? Телеканалда болған жоқ, бірақ сұхбат сұраған кезде мен байқаймын, менің әңгімемді басқа салаға бұрғысы келеді. Немесе басқа сұрақ қойып, әңгіме барысын бұрғысы келеді. Жалпы сосын телевидениеде қанша дегенмен уақыт өте аз. Көп болса, бір 10 минут береді. Мен YouTube'да отырған кезде хрон шамаймен бір сағат, бір жарым сағат болады. Обычно мен эфирде сондаймын да, өзімнің эфирлерімде. Басында отырам жарты сағат,
әдемі болып отырасың ғой, сосын жаңағы құйтырқы сұрақтар басып қойған кезде, адамның ана жүйкесін қоздыратын сұрақтар қойған кезде, жүйкесін қоздырады не бір маған тиісу арқылы емес, жүйкесін қоздырады бір өте андай мен айтып жүрген тақырыптар бар да. Айтып қойған тақырыптарға қайталап қоя береді. Одни и те же вопросы, да, қайталана беретін сұрақтарды қойған кезде мен уже отала бастаймын. Соның басталады эмоциональность, онан кейін. Яғни аудиторияның өзі былай қарағанда эмоционально мені көтереді. Оған біріншіден уақыт керек, екіншіден жақсы сұрақтар керек, жаңағыдай эмоционально, сен эмоцияңды көтеретін. Сондықтан да ютубта ондай мүмкіндік бар, телевидениеде ондай жоқ. Бірақ өкпеңіз жоқ ешқандай. Телевидениеға ма? Жоқ. Жоқ, мен өкпе болғанда көбірек уақыт берсе екен. Тікелей эфирде. Бірақ сіз түсінесіз, телевидениеде уақыт ол бәлемай миллион тұратын. Білем. Десе де, бірақ сіз ешқашанда бас тартпайсыз, үнемі қолдауға тырысасыз, үнемі шақырған жерден қалмауға тырысасыз. Барынша, егер өзімнің басқа шаруаларым болмаса, онда телевидение әрине. Бірақ телевидениенің бір жаман нәрсесі, олар бір күн, екі күн қалған кезде шақырады. Менде жоспарым 2 аптаға, 3 аптаға, 1 ай, 2 айға жазылып қояды. Көбіне сол үшін отказ болады. Бірақ қазір білесіз, енді заман ағымы өзгерген сайын телевидениеде жалпы әлеуметтік желі сияқты жұмыс істегісі келеді негізінде. Яғни актуалкаға орай тақырыптар бекітеді, тақырыптар ойластырады. Сол себепті де шығар бәлкім сізді 1-2 күн қалғанда шақыратыны. Мүмкін, жаңағыдай повесткаға қарай бір жаңа тақырып шығады, содан кейін менде сосын мынандай жағдайларда болады. Бүгін мысалы үшін менде әр жұма эфир ғой, өзімнің эфирім. Әр жұма эфирімнен кейін келесі күні журналистер хабарласады. Сіз эфирде осындай айттыңыз ғой, соны енді арнайы бізге айтып беріңізші деп. Жоқ. Олай да бола ма? Иә. Жалпы біз енді қазір Инстаграм туралы, аккаунт туралы айтып жатырмыз ғой, парақша туралы. Негізінде инста әлемге қашан келдіңіз және де ең алғашқы салған постыңыз есіңізде ме? Иә, 2012-де келгем. Инстаграм, жалпы мен интернет қолданушы ретінде, интернет қолдануға мен ерте келген адаммын. Андай қызықта, біз Таргуда оқыдық, жолдасым екеуміз. Ол информационный технологияда оқиды. Мен безопасность жизнедеятельности, мен негізі честникпін ғой, бірінші образованием бойынша. Екеуміз екі түрлі факультеттеміз. Ол жаңағы информационный технологияда болғаннан кейін, сол 2000 жылдың, сол 2005-2004-терде ма, сол жақта факультетке свободный доступқа компьютерлар берді интернетпен. Ол кезде 56 килобайтпен жаңында бір суретті загружаешь, мысалы браузердан. Ол бірінші былай биті, бірінші шашың көрінеді, сосын көзің көрінеді, осылай загрузка болатын. Сол біз сол жерде біз жолдасым екеуміз кездесеміз ол кезде, маған сол қатты қызық болатын. Айтишниктерде сол интернетке выход болатынына, бір браузер арқылы бірдеңе көретініне қатты қызығатынына, сонда дым интернет эксплорердан басқа ештеңе жоқ. И сол жерде бір-екі Bloombergтің сайттары бірдеңелер тұрады. Просто ағылшын білмесең де, түсінбесең де ашып көріп, не зат соң қызығу. Алғашқы сол Таргуда оқыған айтишниктермен бірге, ол факультетте оқымасам да, мен сол интернет қолданушы болып үйренгем. Жалпы өмір бақи сол интернетке қызығушылығым өте үлкен. Мысалы, кішкентай баяғы Nokia-лар бар ғой. Сол Nokia-лармен мобильный интернетпен мен сайттарға кіретін тұғым. Умело как-то вот выходить технически несімен. Сондықтан да жаңалықтарды көп оқитынем, жалпы Инстаграмның шыққаны туралы жаңалықтарда білетінмін. Бірақ кімнің егер естеріңізде ма, есіңізде емес па, Инстаграм алғашында тек қана айфонға шығады. Ол кезде бірінші айфон, екінші айфон, біз жаңағы телевизор қараймыз ғой, енді кезде интернет жоқ, телевизор қараймыз, жаңағы Первый канал Россияда КВМ болып жатыр. Бірінші рядта жюрилар отыр, и жюрида отырған сол жердегі мықты-мықты кісілердің қолында жаңағы алғашқы айфондар. Соны қарайсың ғой, қарап отырасың, мынау не телефон, біз өгіз Nokia ұстаймыз. Сол кезде мен техникаға қызығатын едім. И сол айфонды қызығып қарап жүрген кезде арнайы айфонға осындай приложение шықты, Instagram деген. Ол фотохостинг болып шыққан басында. Сонда мен жынатым, неге, ол кезде менде уже Android бар, неге Android'та жоқ. Сонымен бірінші жаңалық келді, Android'тарға да шықты Instagram деген. Сол кезде мен біріншілердің жалпы Қазақстанда алғашқы Instagram қолданушы ретінде тіркелгем 2012-де. Сіздің комментіңізде бар екен сондай?
алғаш қазақтардың бірі менмін ғой, Инстаграмға тіркелген деген бір өзіңіздің оқырманыңызға жауап беріпсіз да, ол да жыртылып ана жерде күлген екен да. Сосын алғашқылардың бірі болып шынымен келген. Өйткені сол кезде қазақ тілінде жалпы пост жүктейтін, бірдеңе жазатын, сурет салатын адамдар жоқ еді негізінде. Ол кезде жоқтығын. Кейін келе бастады ғой елдер Инстаграмға. Адамдар түсінбеді басында. Мен отырамын ол жерде. Ол жерде кім отыр? Ол жерде 2012-де болды жас отанның өте көп қолданушы, сол кезде жас отанның құрамындағы аттарын қазір білмеймін. Раньше мы были подписаны друг на друга. Бір-екі адамдармен әлі араласам. Одан кейін шетелде консульствода жасайтын біздің азаматтарымыз сол Инстаграмда отыратын. Кіреді, қарайды, ештеңе жоқ, қайтып шығады дегендей да. Соны Елікбаев келді. Елікбаев келді, журналистер келе бастады. Енді. Сонда түсінбейді, бәрі тек сурет салып отты. Оның астына текст жазу керек. Одан кейін түсіндік қой, жаңағы хэштег бар, хэштег бар екенін түсіндік. Сонымен тек қана постинг жазатын едік қой. Солай басында сол тек сурет салып қоясың, елдің бәрі осыны жасап жатыр ғой деген сияқты. Бірақ Инстаграмға кіресің, кәдімгі материал жоқ. Пустое поле. Сондай болатын. И тек қана фотохостинг. Яғни бұл Инстаграмның басындағы мақсаты былай болды ғой. Адамдардың барлығы өздеріне жанына жақын суреттерді альбомда сақтайды. Мынау енді халыққа көмектесетін, жаңағы суреттерін, телефонға түсірген суреттерін сақтайтын, жаңағыдай интернет альбом болсын деген сондай мақсатта жасалынған приложение ғой. Сен ары қарай кетті ғой. Ол ары қарай блогингқа ұласты, журналистикаға ұласты. Одан кейін байқадым, сіз кейде компьютерден де суреттер тауып алып, сонда салатын екенсіз. Салыпсыз, иә, әртүрлі суреттер салатынмын сол. Ал енді алғашқы пост есіңізде ме? Кенже баламның суретін салған ғой деймін. Иә. Сол кезде комментарий жазып елді. Яғни сіздің аудиторияңыздың белсенділігі сонша, олар сіздің аккаунтыңызды қопарып шыққан ғой. Ең алғашқы бізге дейді Роза Әшірбаеваның қандай болғаны, оның даму эволюциясы қызық дейді. Сол үшін де мен әдейі қарап шықтым. Көбі әрине қыз-келіншектер. Жазғанда, яғни олар өздеріне белгілі бір деңгейде мотивация алған сияқты. Яғни бұл менің жаңағыдай осылай аспаннан аяғым салбырап түсе қалған жоқ. Бұл да кәдімгі қарапайым келіншек болды, қарапайым ана, қарапайым қазақтың қызы деп соны көргісі келген шығар. Негізінде әу баста типичная мамашаның блогы ғой, былайша айтқан кезде. Тамақтың суреті, балалардың суреті, жаймен сіз өзіңіздің жұмыстағы суреттеріңізді сала бастадыңыз, эфирлерге қатысқан суреттеріңізді сөйтіп дамыдыңыз, бүгінгі деңгейге жеттіңіз. Не жігерлендірді сізді? Негізі Инстаграмда кішкене кешік шығып қалды ғой. Менің үлкен ұлым 2007-де туылды. 2007-де туылғаннан бастап оның менде қазір өзімнің отбасылық облака суреттерде видеолары және суреттер бар. Сол кездің өзінде қазір видеоларды, суреттерді қарап отырсам, я веду себя как типичная мама-блогер. Реально. Жаңағында ше баламды түсіре берем, оған сөз айтқызам, оған жаңағыдай таппақ жаттатқызам. Егер сол 2007-2008-де осындай әлеуметтік желі болғанда, мен уже қазір үлкен бір миллиончик блогер болатын едім. Жаңа балалардың түсіріп не қылатындай деген сияқты. Одан кейін 12-де шықты. Ол кезде де ондай блогинг болған жоқ қой, 2012-де шыққан кезде Инстаграм кейіннен. Ал неге отбасыммен жұмысты бөлісе бастадым? Жалпы енді әрине мүмкін маған сол кезде мен жазылған басқа журналист блогерлардың парақшаларым мүмкін маған сондай бір мотивация берген шығар. Өйткені Елікбаев та семьясын салатын, мен сол кезде ол кісіге жазылғанмын. Қазір де жазыламын. И, по-моему, вот с первых моментов на него подписано. Кім, сон бірнеше журналистерге жазылғам. Енді алғашқы сол жерге келіп жазатын адам келді ғой негізі Инстаграмға. Сурет салады, астына текст жазады. Соны қайталағым келді, өзімнің ойымды жаздым, жұмыстағы ойларымды жаздым, солай болды. Одан кейін сторис формат, айтпақшы тікелей эфирдің қолданушысы ретінде менде алғашқы қолданушылардың бірімін. Басында негізі тікелей эфир болған жоқ қой Инстаграмда. Перископ болды. Мен перископта отыратын. Бүкіл әлеуметтік желіні білемін, перископта отыратын, перископта көптеген блогерлардың үстінде тікелей эфирлерін қарайтын. Содан кейін Инстаграм перископты сатып алды да, Инстаграмның ішіне тікелей эфир кіргізді. Болды, кірді дегенде біз уже сол 2018-дің кезі ғой, ешкім сол кезде тікелей эфирді қолданбайтын. Мен қолданатын едім аудиториямен сөйлесуге. Сіз жаңашылдан қашпайды екенсіз байқауымша. Киноға түсіп сізге бәрі қызық, кез келген нәрсені көре беру керек, тани беру керек деген бір қағиданы ұстанған сияқтысыз негізінде. Жаңағы балалардың суреті бойынша менің досым бар. Ол айтады, Абылайхан, сен сенбейсің бе дейді. Менің ата-анам
мен ешқашан да суретке түсірмеген бала кезімде. Менің бала кезімде сақталған бірде-бір суретім жоқ дейді. Ол ренжиді кәдімгідей. Ал сіздің балаларыңыз бәлкім қазір түсінбес. Ертең ересек болған кезде олар анашым біздің осындай тәтті балалық шағымыздан естелік қалдырғаныңыз үшін алғыс айтамыз деп айтуы мүмкін. Сіз оған мүмкін, бірақ олар суретке түспейді. Иә, бірақ сіз бала күнде оларды түсірдіңіз ғой жаңа видеосын. Оның барлығы сізде сақтаулы. Ертең ол балаларыңызға үлкен естелік болып қалады негізінде. Соны да бір жағынан айтып өткен дұрыс негізінде. Бұл мәселе менде бір есімде бір бала кезімнен момент бар да. Осындай суретке түсуді, сурет жинағанды негізі папам жақсы көреді. Ана студент кезінде неше түрлі виньеткаларды жинау, суретке түсе беру мамамда жоқ, папамда болады. Сөйтіп, папа енді өзіне, жеке өзіне бір альбомы бар да. Андай портретіне түскен, үлкен қылып түскен, сөйтіп не істеп түскен. Сөйтіп, есімде бір, білмеймін жасым қаншада, мама екеуі сөйлесіп жатыр. Соны неменеге түсе бересің дейді да мама ше папаға. Ол прикол ұстайды да айтады, ертең мен өлген кезде осы суретті қоясыңдар дейді, андай память деген кезде ше. Қалай, сөйтіп айтады, сөйтіп айтатын тұғын. Сол есімде қалқан, мен баламын ғой. Есімде қалқан қазір де өзіме күлкім келеді, неғып суретке түсе бересің деген. Ертең мен де айтамын, ертең енді бәріміз пендеміз ғой, ертең өлген кезде менің бүкіл әлеуметтік парақшадағы парақшаларымның барлығы бір диджитал ескерткіш ретінде қалады ғой. Мен ойлаймын, менің қазіргі қозғап жатқан тақырыптарым осы гендерлік теңдік, жаңағы адам құқығы, гуманизмнің негіздері туралы ол әлі де ұзақ жылдар бойы актуальны болады деп ойлаймын. Сондықтан да жасап жатырмық барынша. Енді қараңыз, сіздің инстаграмды қарап отқан кезде мына нәрсені байқадым. Жаңа өзіңіз айттыңыз, алғашқы мамандығым ЧСник деп. Иә, бірақ сіз Қазына Голд компаниясында жұмыс істедіңіз. Потом пиаршы болып жұмыс істедіңіз. Иә, пиаршы болып жұмыс істедім. Сол Қазына Голдта пиаршы болып. Қалай бұл трансформация, бұл ауысу? Мен бүкіл жұмыс жолым жоқ инстаграмда. Ол түсініксіз болып қалды да. Жүрді Астанада, Медикерде и Қазына Голд деген сияқты. Жұмыс жолым негізі мен өте үлкен. Мен ЧС-ті бітіргеннен кейін екінші мамандық ретінде қаржыгерді оқыдым. Бірақ ол заочно оқылдым мен. Одан кейін тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шығып үйде болдым. Бірақ үйде болғанда мен негізі декретте көп болса 6 ай, үлкен ұлыммен 8 ай отырдым. Екінші ұлыммен 6 ай отырдым. Ата-енем әрдайым көмектеседі баламен маған. Сосын өзім де үйде отырамаймын. Жалпы жұмыс өтілім мемлекеттік қызметкер ретінде департамент ЧС-те Шымкентте жұмыс істедім. Бірінші жыл, одан кейін тұрмысқа шықтым. Одан кейін уже екінші мамандығымен қаржыгер, бухгалтерияға қарай кеттім, қаржы саласына қарай кеттім. Сол жақта жүрген кезде тек қана қаржы саласын, өйткені мен өзім әке-шешемде, енем де бухгалтер, өзімнің мамам да, папам да бухгалтерлер. Папам бухгалтер, аудитор еще. Жалпы енді олардың да сондай видениесі солай болды. Мен оқуға түсіретін кезде мен түспеймін десем де бәрібір екінші образование сен қаржыгер болу керексің, біз бухгалтерміз, сен де бухгалтер боласың деген. Одан кейін менен кейінгі қызды да, менен кейін ұл болған, ол қайтыс болып кетті. Менен кейінгі қызды 91-дегі. Онда сен де бухгалтер боласың деп оны оқытты. Үшінші қыз тыңдамады. Үшінші қыз, мен сіңілім 95-тегі тыңдамады. Бәрібір сол бухгалтерияға түсесің деп тұрған кезде документтерін өзі барып тапсырып художественныйға түскен. Папа амал жоқ, жеңілген сонда. Қазір әлі де дизайнер, сіңілім. Солай болды. Содан ары қарай мен уже қаржы жағында жұмыс істей бастадым. Астанаға келген кезде де қаржыгер болып жұмыс істедім. Біз 2011-де Астанаға көштік. Екі баламен. Сол кезде де мен бухгалтерияда қаржы маманы ретінде жұмыс істедім. 2014-те бір өмірімде, 2013-те өмірімді өзгерткім келді. 2011-де мен Астанаға келгеннен кейін 2 жыл сол бухгалтерияда жұмыс істедім. Өмірімді өзгерткім келді, бір үлкендеу компанияда жұмыс істегім келді. Ол ақша жағынан қысылдыңыз ба әлде қалай? Жоқ, жалпы амбиция ғой. Амбиция, амбиция ғой. Өйткені барлық кезде кішігірім компанияларда жұмыс істейтін едім де. Бір үлкен компанияда жұмыс істеу маған бір сондай бір мақсат болды. Сонымен HeadHunter'да отырам. И Medicare компаниясының вакансиясын көрем. Менеджер по продажам. Сөйтіп оқып отырым, бір грамматикалық қателігі бар екен. И айтты, резюме жібересіз, и қасына сопроводительное письмо жібересіз деп. Бір грамматикалық қателігі бар екен. Мен резюмемді жаздым да, сол кезде сол грамматикалық қателігіне қатысты бір комментарий жаздым.
есімде жоқ не деп жазғанымды, но это зацепило. Мен түсіндім да, оны үлкен компания вакансия болған кезде. Жұмыс беруші үшін бұл не? Жұмыс беруші сені не қылу үшін, чтобы они тебя заметили, надо быть неординарным. Сонда сопроводительный письмосына сол ошибкасын көзіне басып тұрып, жаздым. Енді ойын түрінде қатты не істемей. Сөйтіп олар шақырды мені. Шақырды, сонда вакансия размещать еткен адам орыс қыз екен. Мен қазақпын. Орыс тілінде жазылған. Сонымен рахмет, говорит, спасибо, что подметили, заметили, мы исправили деп сөйтіп істеп өткіздік. Ол кезде Медикер компаниясының дочерней компаниясына менеджер по продажам керек екен. Болмайды деді. Қарады, сол кезде сол департаменттің бастығы қарады. Көреміз, білмеймін деді. Тест өтсін, бірдеңе. Мен 6 собеседование өттім ғой. Ол компанияға жұмысқа тұру өте қиын. Мүмкін шыңдағысы келген шығар, менің отдел продаж. Енді генеральный директорге дейін бардым. Примерно нормально дейді, жібереді, келесі тесттер тапсырды. Ақыр соңында алды ғой. Алды 2014 жылдың 6 январында приказ шыққан. Мен заявку подавала 2013 ноябрінде. 2 ай жүрдім сонда. Қайтпаймын ғой жаңағындай. Мен тұруым керек осыған. Оған дейін ана компания туралы бәрін біліп алғам. Сайт бар, басқа бар, не білуге болады. Сонда мен жаңа собеседование алған кезде, да, я знаю, у вас есть подразделение, Медикер, сайрап отырам. Я лучше знаю их компанию, чем они. Сөйтіп алды, сол жерде мен 2 жыл жұмыс істедім. Бірінші жыл сол дочернийда жұмыс істедім. Екінші жыл мен уже холдингтік компанияға өттім. Холдингтік компанияда бар жоғы 40 адам, негізі жалпы компания 3000 адамдық. 40 адам жаңағы 3000 адамды басқарады. Сол 40-тың біреуі мен болдым. Бірақ қалған 39 адамда бәрінде шетелдік білім болды. Мен жаңа торгудың білімімен жүрген адам ғой. Ары қарай енді сол жерде уже пиар отдел, жаңа отдел продаждан мен пиар отделға бардым. Қалай ол болды? Белсенді түрде компанияның сатылымына қатысыла бастадым. Жалпы сатылым әртүрлі осындай жиналыстар болады, брейнштормдар болады. Компаниядағы қызметтердің сатылуы, қалай сатылу керек, қалай организация жасалу керек. Осы мәселеде өте белсенді болдым. Одан бөлек мен промышленный медицина саласында болдым да келген кезде. Бүкіл 16 регион сол кезде бәрі Астанаға бағынады ғой. Бүкіл 16 регионмен сөйлесем. Менде әлгінде мен ойлаймын, неге мен аудиторияны жақсы түсінемін деп. Сол Медикерде жасаған жұмысым үлкен маған тәжірибе болды да, опыт болды. Мен әр регионның диалектісін білем. Өйткені жалпы врачтармен сөйлесу өте қиын. Врачтан өзіңе керек бір құжатты алу, немесе оны бір актын алып беріңізші, маған жіберіңізші, сканировать етіп деп жұмсау ол кісілерді өте қиын да. И сен олардың тілінде сөйлесе бастайды. Северный Казахстан, мен Восточный Казахстан, Западный Казахстан. 16 регионның бәрімен өз тілінде сөйлесетін, тіл табысып, сосын олар жаңағыдай қалаға, Астанаға слетқа келген кезде мен оларға презентация жасаймын, план продаж жасаймын. Жалпы сол кезде сол Медикерде алғаш рет адамдардың арасында сөйлеп, жаңағы план продажды түсіндіріп, былай сатасыздар, былай жасайсыздар деген сияқты осындай выступлениялар сол кезде басталды 2015-те. Одан кейін сол 2015-те мен күзде жұмыстан кеттім, өйткені очень сильно выгорела. Демалыс практически жоқ, госслужба сияқты. Негізі жалпы Астана, ол частный компания болсын, басқа болсын, Астана 24 сағат жұмыс істейтін қала ғой. Только работает, выходной жоқ. Бәрінде официально суббота выходной, бірақ суббота күні сен өз жұмысыңды істейсің. Пятница, понедельниктен пятницаға сен не істеп жүргенін өзің білмейсің. Это беготня. Суббота күні сол өзіңді жинап қойған жұмыстарыңды жарты күн кешке дейін істейсің. Воскресенье якобы демалыс, но бәрі звондайды. Қайдан документ, қайдан қайда деген сияқты. Осының бәрін көрдік Астанада. Сол Медикерде жасап жүрген кезде, жалпы сол Медикерде мен холдингке өткен кезде пиар отделға өттім. Пиар отделға өттім, біздің сол Медикердің ең басты пиар маманының ассистенті ретінде. Қатты шаршағандықтан сол сентябрьде 2015-те жұмыстан кеттім. Бірақ сол кезде кеткен кезде мен өзіме сөз бердім, күйеуіме де айттым. Мен енді жұмыс істемеймін. Розаның да жұмыс істегісі келмеген кезі болған. Мен жұмыс істемеймін дедім. Маған болмайды екен. Бір жағынан мен выгорать еткен себебім, мен өте қатты карьера қаладым. Өскіңіз келді, айлық табысыңыз жоғары болған қаладыңыз. Айлықтың да жалпы қызметім де жоғары болған қаладым. Бірақ қарап отырсам, жаңағы айтып отырмын, 40 адамның 39-ында шетелдік білім бар, менде жоқ. Менде шетелге барып оқуға мүмкіндік жоқ ол кезде. Уже 2 баламыз бар. Сонда
маған болмайды екен деп шештім ғой. Одан үйде болып қатын болып отырайын деймін ғой, жаңағы күйеуім айтып, сосын күйеуім қарады, жарайды деді, өзің біледі деді. Нұрхан мырза шынымен де сөйтіп жай ғана келісе салды? Иә, жарайды деді. Өзің біледі, қарайын. Қарсы танытқан жоқ, бірден қолдай кетті. Иә, ол жалпы мен не айтсам мақұл дейді ол. Ол никогда не істемейді. Даже если оған ұнамаса да, или менікі дұрыс емес екенін білсе де, хорошо дейді. Сонымен кішкене өзі біледі, мен где-то определенный уақыттан кейін басыламын, содан кейін бастайды. Уже сол кезде ол өзінікін айта бастайды да. Сол кезде, а так ол бірінші кезде, бірінші момент со мной спорить как бы смысла нет, он это понимает. Сонымен мен жұмыс істемейтін болдым деп айттым. Жарайды. Сонымен енді жақсы компанияда жұмыс істедім, айлығым жақсы, отпускной жақсы шығады. Отпускнойымды алдым, увольнительімді бәрін алдым. Сон ауылға мамандарға барып қыдырып келдім. Жүрдім, короче. Бір айдай ма? Бір айға жеткен жоқ. Бір айға жеткен жоқ. Мен уже сол кезде, енді сол үлкен компанияда жұмыс істеген кейін әртүрлі уже нетворкинг болады, таныстарым болады. Звондап сұрай бастады. Мына жерден консультация жасашы, мына жерден консультация жасашы деп. Сол кезде Қазынаголдқа пиар-стратегия бойынша консультацияға шақырды. Мен жай консультацияға келген адаммын. Сол қалай сол жерде пиар-директор өткенін түсінбей қалдым. Біріншіден келдік консультация, біз брейншторм жасадық, жалпы қалай дамыту керек, пиар-стратегиясын жасадық. Содан кейін ал күшті, бізге ұнайды, енді бұның бәрін кім істейді, өзіңіз істесеңізші деген. Ол кезде оларда пиар-отдел болған жоқ. Сонымен өзім пиар-отделді ұйымдастырып, өзім басқарып, 2 жыл ол жақта да жұмыс істедім. Съемкаға дейін, үміткерге дейін. Сол жақта жұмыс істедім. Яғни мен сіздің әңгімеңіздің мағынасын байқап отырмын да, алғырлық. Қадалған жерден қан алмай қоймайтын Розаның табандылығы оны біраз жерге дейін жеткізді негізінде. Оны өзіңіз мойындайсыз. Бұл қайдан келген не жалпы? Неге бұны қалай түсіндіре аласыз жалпы өзіңіз? Білмеймін, мен өзім сондай амбициозный адам шығамын деп ойлаймын. И мен бұны норма деп ойлайтын. Мен ойлайтын, адамдардың барлығы осындай екен деп ойлайтын. Енді адам всегда рассуждает по себе. Елдің бәрі осы мен сияқты амбициозный жағында бір жерден бірдеңе көріп қалдым, мүмкіндікті жібермеу, қорықпау, алға қарай все вперед деп кете беру деген сияқты. Елдің бәрі осылай деп ойлайтын, бірақ маған осы нәрсені түсіну қиын болды. Мен сол алға ұмтылмайтын адамдарды түсінбеймін. Түсінбейтінмін қазір ғой, енді оказывается елдің бәрі адамдар әртүрлі болады екен. Адамдар әртүрлі болады екен деп қазір ғой, одан да үлкен аудиториямен жұмыс істеген. Бірақ сол 32-33 жасқа дейін сол мен ойлайтын, сендер жынды болғансыңдар ма? Тұр ғой, мені мүмкіндік жасасаңдаршы деген сияқты. Менде сосын сол өзімде сол қабілет болғандықтан кез келген нәрседе мүмкіндік көріп тұрамын. Кез келген кәсіпте мүмкіндік көріп тұрамын. Өзім жалпы Галлоп тест тапсырғам. Галлоп тестте менде бірінші талант ол ideation, яғни постоянная идея, екінші стратегия. Идеяны көрем, бірден соны шешім жолын айта аламын. Сол да, сондықтан да... Әлсіз тұсыңыз қандай екен? Ау? Әлсіз тұсыңыз? Эмпатия. Эмпатия. Кішкене қиындау. Сол жағын реттеу керек қой сізге? Енді мен сол үшін адамдармен жұмыс істеймін ғой. Коммуникацияға түсетініңіз де сол? Иә, сол адамдармен жұмыс WhatsApp-та отырып жауап беретініңіз де сол? TikTok-та әркімнің перепискасын оқып сөйтіп коммуникация орнатасыз былайша айтқанда. Иә, барлық. Жалпы осы сәттерде жаңа жұмыс ауыстырдыңыз, иә, біраз айттыңыз, выгорание болды дедіңіз. Сол сәттерде сіздің жолдасыңыздың қолдауы қалай болды? Ол мен бірінші шешім шығарған кезде былай жасайтын болдым. Мен кетемін жұмыстан деп естіген кезде, ол бірінші шошып қалады да. Жаңа ғана жұмысқа нормально кетіп едім ғой, не болды дегенде ше. Для него я вечный сюрприз. Сондай, для него я вечный сюрприз. Мен отырамын да, я придумала, давай билет алып кете береміз деп айттым. Қоя тұр деп ше, ол сондай. Жалпы күйеуім кішкене маған баланс жасап тұрады. Мен өте, менде еще үшінші талантым очевидь ғой. Я придумала, поняла, как это сделать, сразу тұрып кетіп істегім келеді да. Оны бәрібір қанша дегенмен кішкене жан-жақты ойлау керек қой, сен отбасың бар, сен бала-шағаң бар дегендей да. Есть определенное обязательство дегендей. Поэтому осы өмір жолымызда көп моментте жолдасым қатты маған сондай жақсы бір баланс жасайды. Сосын біз екеуміздің көзқарасымыз қалай айтсам болады, мысалы, мен өте, егер машинамен салыстыратын болсақ, мен дальний фармын да, ол ближний фар. Он в деталях видит. Мен байқамайтын нәрселерді көреді.
мысалы мен кейін осы үйрендім ғой, кейіннен барып үйрендім, мен отырған жерімде заттарымды қалдырып кетемін. алаңғасарлық бар кішкене. Өте көп сондай. Отырған жерімде қалдырып кетемін. Мен талай машинада телефон жоғалтқам, таксиге қалдырып, заттарын жоғалту, там перчатка жоғалту, сумка жоғалту, это как положено ғой. Сіз үшін норма сияқты. Ол мен байқамаймын қалай болады. Жолдасымда ондай жоқ. Сол бет артынан аңдып жүріп, қадағалап бәрін. кілт алдың ба? Телефонды алдың ба? Сумкаң аузын жап деп ойыстып жүріп, сөйтіп кішкене адам болды, қазір ондай емеспін. Сіз эмоцияның адамысыз негізінде. А ол кісінің эмоциясы? Ол өте сақ адам. Ол как раз сол 7 рет өлшеп, бір рет кесетін адам. Негізі өткенде бір таныс психологым айтады. Адам өзі қандай, оның өмірлік серігі де сондай болу керек дейді. Бір толқында жүру үшін дейді. Негізі сол дұрыс. Негізі сол дұрыс. Бірақ біз компромисс таба білдік. Бұл дегеніміз, жалпы мен өзім аудиторияма да соны айтам. Өзіңе ұқсайтын адаммен бас қос деп. Сол пікіріңіз маған ұнады негізінде. Өйткені менде өмірлік тәжірибемде ондай нәрселер болды. Өзіме қарама-қарсы типаждағы адаммен кездескен кезде біздің бірдей ойлай алмайтынымыз, бір толқында бола алмайтынымыз сезіледі негізінде. Сол үшін де сізден сұрап отырмын. Бір жағынан біз жолдасым екеуміз өте жас қосылдық қой. Біз 18 жастан жүрдік, 4 жыл жүрдік. Былай қарасақ, мына жасөспірімдік момент, бір жан-жаққа қарап, түсіну, адамдар сүру, өмірді түсіну мәселесінде біз екеуміз жақсы дос болдық. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз, бірақ біз мы разные. Сіз негізінде жолдасыңызға 5 бала туып беремін деп уәде беріпсіз. 5 бала туып болды. Ол стратегиялық тұрғыда бізге не выгодно екенін түсіндік қой. Бір адам маған қарсы болған басында. Мен 5 бала туамын деген кезде зачем деген ол. Инициатива сізден болды ма? Менен. Ол кісі қалай қабылдады? Ол шошып кетті ғой. Әдетте ер адамдар қалайды ғой дегенім ғой. Жоқ, мен айтқам оны. Негізінде, я же говорю, бірінші мен идеяны лақтырамын. Ол шошып қалады, үндемейді. Хорошо, өзі қазір жетеді жайлап деп ойлайды да. Расында, басында сол 5 баладан кезде, мейлі енді. Бірақ біз басында солай келіскен кезде біріншіден балаларымыз 5 болады деп келістік. Одан кейін әр баланың ортасы 4 жылдан болады деп. И ол соны білді да, зачем спорить? 4 жыл әлі пока бала болған жоқ, одан кейін бірінші бала бар, ту басын біреу екеуін дальше видно будет. Негізі ол 2, максимум 3 қалаған. Максимум это надо было его уговорить, чтобы 3 болған. Жалпы негізі некелеспес бұрын, отау құрмас бұрын, жігіт пен қыз осылай келісіп, қандай бір келісімшарт жасап барып отау құрған дұрыс па? Біз солай жасадық. Мы все оговаривали. Қайда тұрамыз, кім жұмыс істейді, қалай жұмыс істейміз, неше бала туамыз, барлығы. Қазір де соны айтасыз, негізінде? Қазір де сол. И бұл жерде мәселе мынандай, осылай сөйлесетін жастар бар, алдын ала, бірақ сөзінде тұрмай кететіндер бар. Ол екінші мәселе дейсіз ғой? Ол екінші мәселе. Жалпы жігітпен жүрген кезде, жігіттің сөзінде тұратын, не тұрмайтынын біліп алу керек. Жігітті негізі өлтіретін сол сөзде тұрмайтын нәрсе ғой. Сөзінде тұрмайтын өзі жүрген кезде белінеді, жаңағыдай кешігіп келеді, алдай салады, қоя беріш дейді. Мысалы, қыздың өзіне алдамауы мүмкін, бірақ досына жаңағыдай сөз берді, не істемейді. Яғни ол досына соны жасады ма, немесе басқа біреуге, білмеймін, бір жерде жұмыс істейді, бір заказчикті подводить етті ма. Сондай мәселеден көруге болады, если человек безответственный, ол сөзінде тұрмаса, ол ертең үйленген кезде ол человек не изменится. Енді бір мәселе, сіз Искаков тегін өтпедіңіз. Өткен жоқпын. Бірақ кейбір жігіттер, мысалы қазірдің өзінде жарының өткенін қалайды. Сіз соған жалпы өзіңіздің ойыңыз қалай? Негізі сіздің жолдасыңыз Рухан мырза қалады ма сіздің? Жоқ. Өткеніңізді? Өзің білдеді. Өзіңіз білдеді. Мен үшін күйеуім комфорт қой негізі. Алдын ала шешіп алдыңыздар ма сонда? Келісіп? Ал жалпы қазір таңда сондай жігіттер бар екен. Ол не обязательно деп, Мысалы, мен өзімнің фамилиямда қалдым. Мен 91-дегі сіңілім өзінің фамилиясында қалды. Мен 95-дегі сіңілім күйеуінің фамилиясына өтіп алды. Ол айтты, я чувствую, күйеуге теген кезде, я чувствую, что если у нас будет одна фамилия, мы будем семьей, деді ол. Дедік, мейлі дедік. Әркімде өзіне сондай видение. Мен мамам, мысалы үшін, папамның фамилиясын алған. Гүлшат Ашырбаева. Так ол Тұрсынбекова болған. Маған енді бізде былайда мен тұрмысқа шыққан кезде менде 2 образование бар, қаншама документ бар. Ол кезде цифровизация заманы емес, сен жүресің, қағаздың бәрін ауыстыр, қойш дедік, бір жағынан қарағанда Рухан айтты, для меня это не принципиально. Енді қараңыз, сіз қазір осындай образ жизнь дейміз ғой, өмір салтыңыз қазір ерекше. Сізде жаңағындай
перелеты, съемка бар арасында, иә. жұмысыңыз тиктокта отырасыз, жаңағындай тікелей эфирге шығасыз деген сияқты арасында бағдарламаларға қатысып тұрасыз. Яғни сіздің жұмыс графигіңіз өте тығыз. Жалпы осы өмір салтыңызға сіздің жолдасыңыздың көзқарасы, оның ойы, пікірі қандай? Қараңыз, бізде отбасылық дәстүрлер бар өзіміздің. Мен сенбі жексенбі күндері жұмыс істемеймін. Мүлдем. Это очень крайне, менде бір өзімнің съемкаларыма байланысты бір дедлайндарым жақындап не істеп жатса, суббота, воскресенье мен жұмыс істемеймін. Мереке күндері мен жұмыс істемеймін. Яғни сапалы түрде демалыс күндері отбасыма уақыт бөлемін. Жолдасым да сондай. Ол да таңнан кешке шейін біз үйге почти бірдей кіреміз үйге. Ол да жұмыста, мен сол примерно сол сағат 8-де келемін үйге, ол да 8-де келеді. Уже үйреніп қалғанбыз, біз баяғыдан өзі жұмыс істейтін отбасымыз ғой. Сондықтан да ол ешқандай бір определенный бір претензия жоқ. Командировкаларға алдында Астанаға келген кезде ұлдарым да келуге тырысамын, өзім келем. Бұдан проблема жоқ. Балаларым қолы бос болатын болса, сабақтан, спорттан қолы бос болса, балаларды алып жүремін. Уже балалар да үйренген. Яғни мен бұл нәрсеге бір кеше просто жүріп, осындай нәрсе болмай бүйтіп бірден ондай болған жоқ қой. Бұл жұмыстағы осындай нагрузкалар, перелеттер жаймен қосылды, уже нормал болды ғой. Ойда, сен бақыттысың ба? Мен бақыттымын дейді. Болды. Сен бақытты болсаң, саған осы бақыт әкелсе, осыдан сен кайф ететін болса, мен де сенің қасында бақыттымын. Вот так он говорит. Он всегда так говорил. Өте жақсы позиция екен негізінде. Он, если тебе комфортно, тебе хорошо, но одан бөлек бізде жаңағыдай келісімдер бар. Отбасылық өзіміздің келісімдер бар. Ол туған туысқа качественно уақыт бөлу, мысалы, телефонда жауап бермеуім мүмкін, бірақ жаңа той-домалақ бар, басқа бар. Мен атам мен енем үйіне баратын болса, мен ыдыс жуамын, олықта жұмыс істеймін. Кәдімгі өзімнің келіндік қызметім жасаймын, мысалы үшін. Көп адам бірақ ойлайды екен, Роза келіндік қызмет жасамайды деп. Жоқ, жасаймын. Соны айту керек сияқты, жасайды. Роза Әшірбаева ешқандай да. Как хотите. Это ваши мысли. Ол туралы мен ешкім сұрап жатқан жоқ, сіз ғой сұрап жатқан. Енді балаларыңыз Еділжан мен Сабыр. Олар жалпы қалай тәрбиелейсіздер сіздер? Олар тәрбиелеуде басты назарда не нәрсеге аударасыздар? Басты нәрсе олардың индивидуальностін көру. Екеуі абсолютно екі түрлі. Мінезі жағынан, талғамы жағынан, талғам әртүрлі нәрседе. Даже элементарно тамақта талғам әртүрлі. Біреу гречка жесе, біреу күріш жемейді. Сондай бірдеңе, короче, сондай нелер өте көп. Біз жалпы біздің бағытымыз баланың қалауын сезіну. Оның қазіргі кезде, егер байқасаңыз, жалпы адам балалық шағында оның қалауы, желание, они более свободные. Мы в детстве много чего хотим. Негізі, кез келген адам амбициозный ғой. Бала всегда амбициозный. Кез келген баладан сұрасаңыз, самолетпен ұшып, ана жаққа барғым келеді дейді, мынандай көп ақша алғым келеді дейді. Любой бала сөйтіп армандайды. Жақсы отбасында шыққан бала армандаған кезде ол масштабны армандайды. Біз есейген кезде бізге өте көп қысым болады, ол тәрбие бар, басқа бар. Сен басқа адамдардың жетістікке жетпейтінін көресің, басқа адамдардың қайғысын көресің, ондай болмайды екен ғой деп ойлайсың да. Сен сондай армандарыңды, сен сондай қалауларыңды жұтып қоясың, ұмытып кетесің. Адамның өмірінде желания у человека в жизни решают многое. Это не то чтобы многое, это важное в жизни человека. Если ты не разбираешься в своих желаниях, и если ты за своими желаниями не идешь, ты в целом потерянный человек. Осы мәселе маңызды. Балалардың даралығын қабылдай білу. Даралығын қабылдай білу. Мысалы, сіздің ата-анаңыз айттыңыз жаңағы, сен бухгалтер боласың деп айтты дедіңіз, Сіздер бірақ балаларыңыз олай айтпайсыздар. Яғни белгілі бір рамкаға шектемейсіздер, олар еркін. Олар еркін. Бірақ ата-аналар бар сондай. Мен өте көп қыспақтар болған. Грант көп мамандыққа мысалы баласын түскенін қалайды деген сияқты, кім төлейді деген сияқты, бірақ баланың ішкі қалауына үңілмейді. Бұл негізі проблема ғой. Бұл үлкен проблема. Сол уже жасөспірім кезінде балалар өздерінің қалауларын жоғалтады және әке-шешеге деген сенімін жоғалтады. Маған өте көп жасөспірімдер жазады. Мамам түсінбейді, мамам мені тыңдамайды деген солай жазады. А я что могу сделать? Мен ештеңе жасай алмаймын ғой, мен не істей алмаймын. Мысалы, мен де қысым көрдім, бірақ неге мен амбициозный болып қалдым. Ондай адамдар болады да, но не все такие. Көбіне жаңағы ортаның қысымына адам соған көніп кетеді. Мен өзім сондай, жалпы маған нельзя деп айтуға болмайды.
нет деп айтуға болмайды маған. Маған нет десе, мен соны істемегенше қоймаймын. Жоқ, сен болмайсың, у тебя не получится десе, мен наоборот, сол болмағанша я не успокоюсь. По-любому соны болдырам. Сондай ем бар да. Мне нельзя говорить нет. Барлық адам ондай емес та. И мен балаларымның мінезі қандай болатынын мен білмеймін. Қазір үлкен 16-да, кішісі 12-де. Жалпы адам психикасы 25-ке қарай өзі қалыптасады. Социумға шығады, алғашқы махаббат басынан кешіреді, алғашқы қарым-қатынас, соған қарай өз мінезі қалыптасады, алғашқы жұмысын, алғашқы ақшасын таба бастайды, мінез қалыптасады. Қазір непонятно. Ең бастысы оларға үйреткіміз келетіні өзіңнің қалауыңды, өзіңнің ойыңды, өзіңнің сөзіңді айта біл. Біз болмайды емес, сен ата-ана ретінде бір нәрсеге запрет қоясың. Сондай кезде шығады, сразу бұлқынып шығады. И біз сұраймыз, ол жерде интервью керек та. Не үшін сен ашуланып жатсың? Сендер өмір сүйтесіңдер, жоқ деп айтып, подожди. Біз өмір өтпейміз. Өткенде біз я дедік, білесің ғой, білем. Я дедік, я білем. Енді и он начинает уже истинную причину говорить того, почему он злится. Баламен сөйлесуге ерінбеу керек, баламен сөйлесуге уақыт табу керек. Бұл қандай мәселе басталып тұр ғой, білем, негізінде ше. Ол сөйлесу керек, ол айтады ішіндегісі ше. Біз отырып сөйлесеміз, біз көп тақырыптар талқылаймыз. Сосын мен тікелей эфирлерімді үйде жүргіземін ғой. Олар жүріп естиді бәрін. Бәрін біледі. Тегін дәріс. Бәрін біледі, жаңағыдай кейбір сұрақтарды қойған кезде, не істеген кезде они имеют свое мнение. Например, мен эфир жүргізіп отырамын былай, кухняда, столда. Үлкен балам тамақ ішіп отыратын жерде. Тыңдап отырады да, тамақ ішіп отырады да, содан кейін сұрақ қойған кезде бүйтіп тыңдайды да, сосын деп маған бүйтіп подсказка беріп қойды арасында ше. Сондай не істеп қояды. Кішкентай балам арасында мырс етіп күліп қояды кішкентай баламда. Сондай мәселелерде ашық сөйлесеміз, барлық тақырыптарды. Одан жасы кіші кезде жыныстық тәрбие бойынша көбісі әкесі сөйлесті. Яғни ұл баланың жыныстық тәрбиесі, өзіңнің денеңе қарау, өзіңнің денеңнің ерекшелігін түсіну, қыз баласының денесінен несі айырмашылығы бар деген сияқты. Мысалы, ұлдарым келіп сұрады, бізде ондай тақырып не да, папасынан келіп сұрады, етеккір деген не дейді да, мен өзде 3 еркек, мен жалғыз өзім. Соны мамаңнан сұрасай дейді. Ол ұялып тұрған жоқ күйеуім, сен мамаңнан сұра, соны неға. Хорошо, сосын келіп отырдық, планшетпен ютубта арнайы видеолар бар, жаңағыдай анимациямен көрсетілген. Ол не үшін болады, қалай болады, осыны түсіндіріп, айтып, не істеген кейін, түсінікті. И біз айтамыз, сен класста қыздарда егер солай киімі бүлінгенін көрсең, мазақтауға болмайды. Күлме деген сияқты. Осындай мәселені соны уже айтамыз да, они нормально к этому относятся. Яғни осындай нәрсені айту, ол норма, ол қалыпты дүниеге айналу керек. Бұл үшін жабық тақырып болмау керек қой біз. Жабық тақырып, жабық болған сайын, мысалы сол жыныстық қатынас туралы, жалпы өзінің жынысы туралы, бала қайдан пайда болады, етеккір дегеніміз не деген осы сұрақтардың барлығына бала ақпаратты көшеден, әр жерден бір таппау керек. Және ең маңызды нәрсе, бала осындай сұрақ қойған кезде, ата-ананың ұялғанын көрсе, ол одан қатты жаңағыдай, не үшін деп наоборот морально давить етеді. Оларға қызық та, әрине егер өзін еркін ұстайтын бала болатын болса. Ал әбден жаңа таяқ жеп, теперіш көрген өз ұяң бала болатын болса, ол әке-шешесі жауап бермесе, не үшін деп сұрақ қоймауы да мүмкін. Кейбір мәселелерде папасы сәл бет білмей қалса, не үшін деп олар сразу не істейді да, біз отырып білмей қалдым осы жерде. Мен енді энциклопедия емеспін, мен Википедия емеспін, давай Гуглдан бірге көріп, бірге оқып, бірге түсінік деп сөйтіп сөйлесеміз да. Өте маңызды, бала әке-шешесінен солай сұраған кезде әке-шеше бүйтіп өздері ұялып қалмау керек та. Сен қайдан естідің деген сияқты. Даже если үндемей қалмау керек, барынша түсіндіруге тырысу керек, және де мен бәрін біле бермеймін деген нәрсені айту маңызды. Бала ата-анасын қатты идеализировать етпеу керек та. Ата-анам бәрін біледі деген сияқты. Мен айтам, балам, мен энциклопедия емеспін. Кеш екеуміз бірге қарайық интернеттен, сосын оқығанын бір-бірімізге түсіндіреміз деп айтып. Яғни баламен сөйлесуден қашпау керек. Оған уақыт бөлу керек. Арнайлап. Енді біз қазір ұлдар тәрбиесі жайлы айтып жатырмыз ғой. Сіз мысалы қыздарға құрметпен қарау, гендерлік теңдік туралы жиі айтасыз. Ұлдардың осы гендерлік теңдік тақырыбына қатысты қазір пікірлері әртүрлі да. Тіпті Салтанат Нүкенованың оқиғасына қатысты болсын, жалпы өз үйін өзі шығар деген сияқты пікірлер жазылады ғой. Жалпы ер адамның осындай позицияларда өзін дұрыстай білу,
үшін, тәрбиелі болу үшін қалай бағыттау керек оны? Жігіттерді әсіресе. Жасы кеп қалған жігіттерге қиындау ол енді. Адам өзі іздену керек. Мысалы, уже кәмелет жасына толған 18, 20 дейік, 25-тегі жігіт, бірақ жаңағыдай сексистік көзқараста, патриархалдық, жаңа консервативті көзқарастағы жігіттерге жаңа ақпарат қабылдау қиынға түседі. Ол үшін онда өзінде истинное любопытство, интерес болу керек та. Бұлар не деп жатыр өзі? Көрейінші, мен де зерттеулерді қарап көрейін. Адам құқықтары дегеніміз не, гендерлік теңдік дегеніміз не, патриархалдық қоғам дегеніміз не, әйелдердің құқығы қай жерден бастап қалай жаңағыдай әлгі таптала бастады. Одан бөлек, мысалы, көп еркектер тек маған жазатын. Они все думают, что женщины тупые. Яғни, бір рет маған сондай бір комментарий жазыпты жігіт. Қабырғадан жазылған деп па? Жоқ кетеді. Қазір әлемде қолданып жатқан әйел шығарған дүниені айтсаңыз сізге сыйлық берем деп қойған ғой. Сөйтіп жазып қойыпты. Wi-Fi әйел жасаған. Бронежилетті әйел жасаған. Женщина придумала бронежилет, которым защищаются мужчины. Бензопила, вот это вот. Это женщина придумала. Не тағы? Өтте көп заттар. Біздің Қазбакты вакцинаны. Күнсұлу Закария. Да. Әйелдердің қазіргі қоғамда қолданатын жалпы ғылымға осыдан 100 жыл бұрын қарап отырсаңыз, әйелге білім алуға заңды түрде құқығы болмады, жұмыс істеуге, ақша табуға, соған қарамай әйел бәрібір өзінің біліктілігін қолданып, бір қоғамда бір жақсы нәрсе жасауға тырысты. Білімі болмаса да өзінің түсінігіменше. Бірақ осыны мойындағысы келмейді. Сосын жазған ғой комментарийда. Егер сіз сұрадыңыз, мен сізге даже артығымен айттым, сыйлығыңыз қайда, еркек болып сөзіңізде тұрсаңызшы деп комментарийін өшіріп тастады. Вот мужчина просто удалил свой комментарий. Сыйлық берем деген комментарийін удалил. Жаңа сіз айтқан жігіттердің уәдесіне тұрмауы. Иә. Жігітсің ғой, тұрып берсеш. Айттың, осындайды айтқан әйелге сыйлық берем деді. Берсе еді. Күтіп отырып қой десеңші. Да. Енді сіз қыздарға көп ақыл айтасыз ғой, кеңес бересіз. Тағы да бір нәрсе. Бүкіл әлем бойынша IQ-ы жоғары адамның жынысы әйел. Жалғыз әйел бар. Өзі показатели 260-тан асады. IQ-ы. Это женщина. И никто ее не приплюнул. Яғни, уже әйел топас, әйел түсінбейді, әйел стратегиялық тұрғыда жаңағыдай ойлана алмайды, әйел шешім қабылдай алмайды, әйел жаңағыдай эмоцияның адамы, келте ойлайды деген сияқты нәрсені уже қоятын заман болды да, бірақ ер азаматтар оған көнгісі келмейді. Айтқандай, уже сол сексистік, патриархалдық көзқараста қалыптасқан ер азамат өзі бүйтіп жаңағы іздеп, осындай ақпараттарды іздеп, өзі білім қуып, не деп жатыр бұлардың бәрі? Осы рас па деп ізденбегенше, оның миын ешкім жөндемейді. Оның қасындағы жүретін қызы, әйелі, уже шешесі ешкім жөнде алмайды. Адам өзі қалау керек. Сондықтан да бұл сексистік көзқарастағы адамдар жүре-жүре әрине сол өзінің көзқарасынан таяқ жейді. Өте қатты таяқ жейді. Өйткені шектеулі ойлайтын адам сол шектеудің артындағы проблемаларды көрмейді, осы проблема бар да. Сондықтан да тек қана еркек гендері жоғары, әйел төмен деген еркек міндетті түрде осы өзінің стереотипінен сорлайды. И ол өзінің қызына, өзінің қарындасына, өзінің шешесіне және өзінің қарабасына қатысты болады. Никогда такого не было, чтобы әйел адамды пренебрегать етіп, жаңағыдай затқа теңеп, объективизация жасаған ер азаматтың бақытты болғанын көрген жоқпын. Бәрібір қанша дегенмен ер азаматтың қасында маңында әйел жүреді. Үйленбесе де, өмір бақи бойдақ болып кетсе де, оның қарындасы бар, оның жұмыс істейді, коллективте болады. Әйел бәрібір ер азаматтың өмірінде бар да, а сен бүкіл әйелдерді адам құрлы көрмейсің. Бәрібір содан сорлайсың. Ол факт. Бірер жыл бұрын Омар Жәлел ағамыз қыз деген маркер, қыз деген тауар деп айтып, қоғамды дүр сілкіндіріп еді, негізі есіңізде болса. Ол кісі әлі сондай ғой? Иә, бірақ ол кісінің айтуынша қызға тауар ретінде қарау керек екен. Иә. Бұл енді ақылға қонымсыз емес пе сізіңше? Енді мысалы ол енді өзінің ойын дұрыс деп отыр ғой. Өзінің және өз ойын өзгертуге ешқандай бір қадам жасамайды. Өздікін дұрыс деп отыр.
Мен ойлаймын, ол кісінің әлі жейтін таяғы алда деп ойлаймын. Өмірден жейтін. Мүмкін сіз сырттан жылтырап медиа маманы ретінде, оның бір әйгілі адам ретінде ондай бір өмірде қиындығын көрмейтін шығарсыз, бірақ біз постоянно экранда өмір сүрмейміз ғой. Дұрыс айтасыз. Біз мы все равно живем своей собственной жизнью. Мен барлық жерде көп болғанымен, мен аптасына 3-ақ сағат эфир жасаймын, қалғанын бәрін командам жасайды. Мен эфирде тек 3 сағаттым. Яғни сіз мені әр жерден көресіз, бірақ сол эфирлерімнің қиындысы болғандықтан, вам кажется, что я везде, и я все время в эфире. Ал негізінде мен эфирде көп емеспін, әрине мен өте көп жұмыс істеймін, менің отбасым бар, туған туысым бар, достарым бар. Все равно бәрібір қанша дегенмен өзімнің өмірімді сүргендіктен мен өзімнің жеке өмірімде бақытты болғым келеді да. Ал сен өзіңнің жеке өміріңде біреуді қыспақтасаң, біреуді қабылдамасаң, сен бақытсыз боласың. Мысалы, отбасылар бар ғой, мысалы, жаңадан хиджаб киген отбасы мүшесін қабылдағысы келмейді. Немесе наоборот, сондай діндегі отбасы оқымаймын, мен атеистпін деген туысын қабылдағысы келмейді. Яғни отбасының инклюзивті болғанын қаламайды да. Мен өмірде жалпы әлемде қандай адам бар, бәрін қабылдауды өзіме сөйтіп үйретемін, әлде тәрбиелеймін, болдым, толдым деп отқан жоқпын. Бірақ өзімнің ортамда осындай инклюзивті қоғам құрғым келеді. Менің командамның өзі инклюзивті. Жігіттер де бар, қыздар да бар, инвалид де бар менде, балалы аналар да бар, баласыз да бар, үйленген де бар, үйленбеген де бар. Мен ойлаймын, команданы идея ғана ұстау керек, и идеяның маңайында ғана сен адамды жинау керексің. Діндегі көзқарасы, тағы басқа, мен білем, көптеген компаниялар, мысалы, басшысы діндегі адам болады да, компанияда діндегі адам емес келсе, оны әйтеуір соны кіргізіп алады өзінің қатарынан ше. Жаман нәрсе көріп тұрған жоқпын, бірақ мен ойлаймын, адамды қинамау керек деп ойлаймын. Дінде зорлықты жоқ дейді ғой. Сол мәселеде идея, егер менің компаниямның идеясы, мен жасап атқан дүнием, сізді менің командадағы адамдарды қызықтырса, ты, если горишь этой идеей, оставайся. Если не горишь, онда нам не надо с тобой работать. Яғни жұмысқа біреуді алып, что-то сенің идеяң, немесе сенің атеист болуың маған ұнамайды деп шығарып тастап, менде ондай нәрсе жоқ. Жұмысты жақсы істеймін, жауапты ма, болды, ты менімен сол бір ойды, бір идеяны, бір миссияны бөлісесің ба, болды, сен менімен жұмыс істейсің. Тамаша. Бағанағы айта кетейікші, қыздарға ақыл айтады дедік қой, жігіттерге ешкім неге ақыл айтпайды? Кім айтуы керек жалпы? Жігіттерге жігіттер айту керек, өйткені жігіттер қыздардың ақылын тыңдамайды. Әйел адамды тыңдамайды олар. Ол өкінішке орай, ол патриархалдық қоғамның жаңа түсіндігі сол. Патриархалдық ер азаматтардың, осындай консервативті ер азаматтардың көзқарасы сондай, әйелді тыңдамайды. Қатын бастаған көш дейді, басқа дейді, бәрін қойып қатын тыңдайық дейді. Яғни, жалпы қарасаңыз, патриархалдық қоғам ешқашанда адамды тек гендермен бөледі, бір билікпен бөледі. Егер олар мені әйел ретінде тыңдаса, қызметім жоғары болса, немесе ақшам көп болса тыңдауы мүмкін. Ал менің ақылым, менің жұмысым ретінде тыңдамайды. Еще, егер әйел ретінде тыңдағысы келсе, онда менің отбасылы ғана болуым керек та, сол кезде мүмкін тыңдайтын шығар. Өткенде Фейсбукта бір қызық жағдай болды. Бір журналист кісі жазып қойыпты. Роза Ашырбаева коучтың отбасы бар ма деп. Сөйтіп бүкіл дүйім жұрттан, Фейсбуктағы дүйім жұрттан сұрап жатыр солай. Сонда мен ойлаймын да, мен түсініп тұрмын оның астарында не бар екен. Типа, ее так много, соншама ақыл айтады, не істейді, оны жалпы күйеуі де жоқ, оны қалай тыңдайсың дегенге келтіріп тұр ғой, примерно. До конца айтқан жоқ енді. И астында, естественно, өзінің армиясындағы ер азаматтар шығып, сол отбасыларды үйтетін болып, ол комментарийлерді өшірген ұқсайды, басында болған. Сон бір кезде әйел қауымы шықты. Отбасы бар, оны айтпаған сол келіншектің айтқаны дегендер шықты бір кезде. Сол мен шығып айттым, не болды, дүйім жұрттың алдында интрига ұстап, өзіме шығып айтсаңыз да айтатын едім, отбасым бар деп айттым. Отбасым бар, жолдасым бар, атам енем бар, әке-шешем бар деп сөйтіп жазған. Сол сияқты ер азаматтардың жалпы әйелден ақыл тыңдау үшін әйел өзінің репродуктивті мүмкіндігін
дәлелдеу керек, яғни бала туу керек. Әйел өзінің сұраныста екенін, патриархал қоғаммен сұраныста екенін дәлелдеу керек, ол күйеуге тию керек. Оның егер ол баласы күйеуі болмаса, оның білімі, оның жасап жатқан жұмысы бәрі ноль. Өкінішке орай патриархалдық қоғамның әйел адамды нөлдеуі, жаңағыдай жоққа шығаруы, зат тұрғысында көруі, жалпы мен бұл енді жалпы адам құқығына сай келмейтін нәрсе ғой. Айтатын енді жазу демекші. Индира Расылхан әнші сізге қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша қазіргі әйелдер мықты болып кеткен, оларға нәзік әрі әлсіз болу керек екен. Одан кейін Индираның досының жұбайы сізді тыңдап, тастап кеткен күйеуін мыс. Қиын болды. Жалпы осы пікірді қалай қабылдадыңыз? Бұл бірінші пікір емес қой. Бірінші пікір емес, яғни маған оқырмандардан ол күнде келеді. Осы қатын бәрін ажырастырып бітетін болды деген сияқты. Мен ешкімге ажырас деп айтпаймын. Ешкімге ажырас деп айтпаймын. Мен тек ер азаматтардың әділетсіз әрекеттерінің қай тұста оның жасап жатқан әрекеті немесе талабының әділетсіз екенін айтам болды. Оны түсінген әйел начинает, естественно, претензии ставить мужу. Сен мені ақымақ қылып кепсің осы уақытқа дейін. Неге олай деген сияқты. Сол ер азаматтарға ұнамайды. Тек осы медиа саласындағы сондай оқырманы көп. Соны айтып отырмын ғой. Аудиториясы бар адамның осы алғаш рет емес, алдында да бір кісі осындай претензия жасаған. Ол кезде мен ештеңе деген жоқпын. Ол кісі осында прям парақшамды белгілеп тұрып, жаңағы осы жазда болды ғой, өткен жазда. Парақшамды белгілеп тұрып сөйтіп істеген екен. Біраз оқырман келді ғой. Керісінше ма? Ол жаңағыдай барып көрсін деді ғой, барып көріп, мен жамандап қайтсын деп ойлаған шығар. Тоже пиар. Черный пиар болған жоқ ол жерде. Ешкім маған негатив айтқан жоқ. Бірақ ана кісі сіз туралы қаралап жазды ма, әлде қалай? Қаралап жазды. Қаралап жазды, осындай бәле болды, осындай ақыл айтатын қатындар. Сізді белгіледі. Мен белгіледі. Оның аудиториясы өтті да, мен контентімді көрді, қалып қалды. Негатив айтқан бір бірен саран шығар. Бір 3000 ба келді сол кезде. Яғни мынандай да келеді, қарайды. Претензия басында миы бар адам түсінеді. Претензия жоқ менің контентіме шығып кетеді. Бұл жолы Индира Расылхан айтқан кезде она открыто обвиняла в том, что ее друг развелся из-за меня. Она это открыто обвиняла. Мен жауап жаздым. Яғни отбасы құру ұзақ процесс болатын болса, ажырасуда ұзақ процесс қой, бір күнде болмайды ол. Эфирді қарап отырып, кеттім мен ажырасам дейтін. Әйел жоқ қой, былай қарасаңыз. Бір жағынан қоғамда ажырасқан еркекке қарағанда ажырасқан әйелге қиынырақ. Қазақ әйелі ажырасудың алдында ол қатты қиналады біріншіден, және қатты ойланады. Өйткені ол біледі да, мен ажырасып кеткен күні, ona есіктен шыққан күні оның өмір емес. Оның таразысы екі жақта да білмейтін. Не үйде қиналайын, күйеуімнің қорлығына, не сыртқа шығып қоғамның қорлығына қиналайын. Ол в любом случае, ол таразыға салған кезде, она не знает, куда идти. Ол оңай нәрсе емес әйелге ажырасу. Еркектің спрос жоқ, еркек ажырасса, қатыны нашар болған ғой деп айтады мысал үшін. Еркектің өзінің нашар күйеуі болды деген ондай кінә тақпайды оған. Сондықтан да бұл мәселеде ол былай қарағанда бұл ашық жауап деп ойлаймын. Сондықтан да мен жауап бердім ол кісіге. Индира Расылханның айтуынша еркектің қол көтеруі әйелден екен. Оны тек Индира айтпайды. Жоқ. Жалпы қол көтеру мәселесіне келсек, мен осыған арнайы постта жаздым. В насилии виноват только насильник. Қол көтерген адам кінәлі. Біз пока осы түсінікке келмегенше бізде қоғам өзгермейді. Яғни әйел ұрысты дейік мақұл, жаңа айтып тілін тартпады дейді да. Мейлі ұрыс шығарып жатыр, мейлі айғайлап жатыр, намысыңа тиетін сөз айтқан шығар. Ұрма? Неге сен ұрасың? Неге ұрады? Неге норма? Настолько ер азаматтардың миында осы нәрсе, анау как алгоритм ретінде жазылғанда, артық сөйледі, ұру керек, это нормально. Мысалы, жаңағы киімің кір болды, жуу, это нормально ғой. Сол сияқты да. Немесе тісіңді жуасың, это нормально деген сияқты. Сонда нормализацияға арналып кеткен.
айналып кеткен. Сен қарның ашты, тамақ жедің деген сияқты. Әйелің сөйледі, оны ұру норма. Вот бір уровеньге шығып тұр да сол нәрсе, нормализация насилия. Қазір біз егер жақсы қоғам болып және қауіпсіз қоғам болып қалыптасқымыз келсе, біз зорлық зомбылыққа жол бермеуіміз керек және ешқандай зорлық зомбылықты ақтамауымыз керек. Өзінің тілінен тапты, ол ақтау. Өз жынымды келтірді, ол ақтау. Мас болып білмей қаппын, ол ақтау. Сондай мәселе да. Бір қызық мәселе, егер біз осыдан почти 10 жыл болды ма, қанша болды? Баян Есентаеваның ситуациясында. Оның изменашы жасағаны, айтты, өзі признаваться етті. Алға шығып кетті да, бірақ оның өлімнің алдынан қалған оған ешкім жаны ашыған жоқ. Өзі ғой кінәлі деді. Ешкім жаны ашыған жоқ оған. Оның қайта бағы бар, Салтанат өліп кетті, оның бағы бар. Салтанат тем более кінәсіз деп айтайық, Мәселе кінәлі де емес. Мәселе нельзя. Қалай сен біреудің жанына сондай ауырлық келтіресің? Бір өлімнен қалды ғой, мысалы үшін. Чудом спаслась. Бірақ сол 2016 ғой деймін сол кезде. Мен ол кезде Астанада тұрамын. Сол қатты үлкен скандал болды, қатты шум болды. Осы мәселеде мен таңғалатын нәрсем сол адамдарға адамның өмірі 0 болды да. 0 болды. Ешкім өлім аузынан қалды, өлімге дейін алып барды ғой деген жоқ. Извините, еркектің сасық көкірегі сондай болып қапты. Біреудің көңілі және біреудің жаны. Еркектің көңілі мен әйелдің жаны тең емес та сонда. Жоғары болып тұр. Если тебе жена изменяет, разведись. Разведись. Мен түсінбеймін осындай азаматтарға. Әйелің көшіп солдың, ажырас. Айтқанын тыңдамай ма? Айт, ажырасамын деп айт. Ажырассын онда. Негізі жалпы бізде де мынандай мәселе мынандай екен. Ажырасуға әйел адам қой көп беретін. Өйткені еркек жасап жүрген нәрсесін дұрыс көреді. Ол никогда өзінен кінәні іздемейді. Әйелім не үшін менен ажырасып жатыр? Оның айтатын уәжі не? Ол даже басын қатырмайды оған. Ол түсінбейді, осы жерде менің кінәм бар екен ғой деп ше. Ол кінәнің бәрін әйелден көреді. Он искренне в это верит. Он думает, что он не виноват. Проблема вот в этом. Мысалға да, қалай түсіндірсем болады? Он мышление солай жұмыс істейді. Мысалы, сіз Қытайға бардыңыз. Түріңіз азиат Қытайға ұқсайды. Қытайдағы бір қытайлық азамат сізді Қытайда ойлап қалды. Сөйтеді сізге өзінің әңгімесін айтып келеді, сіз түсінбейсіз да? Понимаете? Түсінбейсіз, бірақ ол сізді Қытайда ойлап тұр. Тура сол сияқты еркек жаңағы отбасылық конфликтте әйелді естімейді. Тыңдауы мүмкін сөзін, бірақ естімейді. Оның жан айқайын, оның ішкі дүниесін ол түсінбейді. И өзінікін дұрыс деп ойлайды. Он поэтому такой наглухо закрытый. Түсінгісі келмейді. Вот в этом плане ер азаматтардың жаңағыдай жалпы коммуникацияға баруы, түсінуі, анализировать ету, ойлану деңгейі өте төмен деп айтарым. Өйткені аналитикаға сұрақ қоятын адамда бұл неге шырылдап отыр? Дейтін адам, он уже хороший человек. Ал көбісі істемейді, қатын аузын жапшы, миымды ашытпа, өзің шеш, не керек саған деген сияқты осындай претензия қойды, болды кетіп қалады. Вообще, мужчина не пытается, өйткені жалпы еркекке отбасыңды сақтап қал деген задача қойылмайды. Оны шешесі айтады ғой. Жібер ана қатынды, басқа қатын әпереміз саған дейді. Өзім куә болғым талай еді. Жібер ол қатын, басқасын әперем дейді. Яғни сен түсінші ол не деп жатыр. Екеуің бір ортаға бір мәмілеге келіңдер. Осы екеуің команда болыңдар, проблеманы бірге шешіңдер деген нәрсені айтпайды ғой еркекке. Ол балаға ұл тәрбиесінде айтпайды. Жаңадан үйленген жігітке айтпайды оны. Жаңадан үйленген кезде, достары тос айтқан кезде, битіп ұста қатыныңды. Битіп ұста дейді. Келін жаңағыда үйтсін, бүйтсін, бәрі айтады, еркекке айтатын бүкіл тілектің барлығы қатыныңды битіп ұста дейді. Сен оны тыңда,
сендер екеуің командасыңдар, ары қарай бірге дамыңдар дегені. Сау қарым-қатынаста бізге жалпы шанс жоқ қой. Сау қарым-қатынас құруға біріншіден біз оны түсіндірмейді жастарға ешкім. Екіншіден оны мүмкін түсіндірмеген екен, ол нәрсенің бар екеніне мүмкін сенбейтін де шығар деп ойлаймын. Енді біраз мәселе бетін ашып жатырмыз, 21 жылы халық санағы болыпты, сонда елімізде 1.900.000-нан астам бойдақ жігіт, 1.800.000-нан астам тұрмыс құрмаған қыз бар екен. 8 миллион адам некеде екен. Бойдақтар саны бар, бойдақтар көп. Оның бірі мен. Қандай кеңес айтасыз? Не істеу керек? Жігіт не ескеру керек? Қыз бала не ескеру керек? Отбасы құруда ма? Иә. Құрмас бұрын. Бұл жерден бірінші мәселе отбасы құрғыңыз келе ма? Өзіңізге шынайы жауап беріңізші. Өйткені бізде көбісі отбасыны құру керек деп құрады. Ал отбасы құрғысы келмейтін адамды сыйламайды. Сен бір жердің дұрыс емессің деп айтады. Яғни отбасы құрғың келмеуде, ол да таңдау, ол да шешім, ол да жақсы шешім, сізге ыңғайлы болса. Бірақ соны даже бүйтіп ойлап, соны, мысалы, сіз отбасы құрмасаңыз, значит, вы этого не хотите. Я қарым-қатынасты қалайтын адам, ол қарым-қатынасқа барады, оны іздейді. Но вы этого не хотите, вам комфортно так. Бірақ қаласаңыз, оған қарай әрине әрекет ету керек, сөйлесу керек. Өте жабық адамдарға менің ойымша біреулер арқылы танысқан жақсы. Я біреу таныстырады ғой. Өте жақсы мәселе. Мысалы, мен өте жабықпын. Мен вроде бы былай қарасаңыз интроверт сияқтымын, бәрімен араласатын сияқтымын, бірақ негізінде мен экстраверт сияқтымын, но негізінде мен интровертпін. Бұл жаңағы адамдармен араласу, нетворкинг құру, бұл тек профессионалды тұрғыдан келген нәрсе, пиар маман болғаннан кейін амбиверт болып кеттік. Негізінде осы жасөспірім кезімнен, жас кезімнен мен өте жабық адаммын. Мен тас қара киінемін, ешкіммен сөйлеспеймін, сөйлескенді қаламаймын. Маған өзіммен жақсы. Бізді жолдасым екеумізді таныстырған. Егер мені таныстырмаса, мен тұрмыс құрмайтын едім. Камил сенімдісіз? Я думаю, что да. Өйткені жаңағыдай таныстырса ғана да, өйткені мен адамға сенуім керек, адамның комфортный екенін көруім керек. Содан кейін барып мен сөйлесем. Тұйық жабық адамдарға осылай істеу керек. Иә, біреулер арқылы. Ашық адамдарға оларда енді эмоциясы басым. Иә, эмоциясы басым, оларға жаңағыдай көбірек саралау керек. Өйткені эмоциясы басым адамдар көбіне сыртқы бейнесіне алданады. Сосын өзінің романтизированный образына алданады. Мына көрді да, бітті. Мысалы, сондай ашық, эмоциональный, тез ғашық болатын қыздарда, или ұлдарда, оларда, білмеймін, бір кинолардан, сериалдардан бір өзінің бір нарисованный образы бар басында. Сөйтеді да, кішкене бір сөйлесіп қалған адам сол образдың ішінен сол калькаға келе салады да, ол все анан дорисовывает. Ондай адам болмаса да, сол образға подтягивать етеді. Оның кемшіліктерін көрмейді, оның көз соқыр. Бәрібірде соның бір мықты, ол күшті, соның ойындағыдай күшті екен деп, сол иллюзияға сеніп жүреді. Ондай адамдарға кішкене, вот бывает, что такие общительные, влюбчивые, вот ол кісілерге кішкене көптеу сараптау керек, көптеу қарау керек, реальностьқа тіке қарап үйрену керек та. Сізге жазатын қыздар көп екен да. Мен қазір жігітмен сөйлесіп жүрмін, бірақ ол бүйтеді. Мен қазір жігітмен сөйлесіп жүрмін, бірақ кейде маған грубость танытады дейді ғой, былайша айтқан кезде, ұрып жібереді деген сияқты. Бірақ сіз сөз айтады екенсіз. Ол сенің адам емес, таста деген сияқты. Сосын мен қалай тастаймын деп сізге ренжиді екен да. Они даже обижаются, да. Неге ондайлар көп? Иллюзия. Білесіз ба? Білесіз ба, былай мен ең таңғалатын нәрсем. Адамдар мүмкін бір жоғалтқан дүниесімен оңай қоштасатын шығар деп ойлаймын. Жоғалтқан бір конкретный дүниесімен, білмеймін, телефонымен болсын да. Я кішкене қайғырасың, бірақ жоғалды дейсің да, болды ғой. Бірақ адамдар иллюзиядан арылғысы келмейді ғой. Жабысып алған. Білмеймін, бір определенный бір иллюзияға сенеді да, сол иллюзиядан кеткісі келмейді, оған қош айтқысы келмейді, оны до конца сол иллюзияның соңында жүреді. Бір адамды романтизировать етеді, бір адамды жаңағыдай мықты қылып көреді. Ол қанша иттік жасаса да, қанша қан ішсе де, бәрібір сол, вот в реальности, 30 күннің 29 күнінде ол иттік істейді да, 30-шы күні. Ол қатын кеш дейді да жаңағы, қош, бұл еркелік қой дейді да, бірақ сен 29 күн бойы сен қорлық көрдің одан. Сен адам қорлық көрмейді да.
ішет, білген істейді, бірақ 30-шы күні қатын мен молодец осы кеш өзі түсінеді дейді ма. Болды сол 30-шы күні сол айтқан саған үш сөзіне сен болды бәрін қиып кешіріп жібересің. Понимаете? Она живет в иллюзии, что он хороший. За эти вот 3 слова. Сөйтіп жүріп өзі ақтап алады. Өзі ақтап алады. Негізінде ешқандай мәселесі жоқ адамның өзі 60 сағат кемінде психотерапевттің курсын өту керек дейді негізі. Ешқандай проблемасы жоқ адам өзі. Бірақ қазіргі таңда мен байқаймын, сіздің аудиторияңыз үлкен, армияңыз үлкен, адамдар мәселесін айтып сізге жазады, хабарласады, тіпті сізге скриндарын жіберетін адамдар бар екен. Сіз оларды ермей оқиды екенсіз, оның бәрі сізге тәжірибе екен, теңдесі. Бірақ неге адамдар сізге жазады? Қалай ойлайсыз? Неге адамдарға барып, психологқа барып, қараласаған? Мен оңай достықтамын. Мысалы үшін эфирге шығамын. Сөйтіп отырады да, сұрағын қоя салады, ойына келген сұрақты. Психологқа бару. Тұрған сұрақ оны. Көрдіңіз бе? Вы знаете, менің түсінгенім, осы 1,5 жылдық тәжірибемде түсінгенім, не всегда мазалайтын сұрақ. Иногда просто қоя салады. Көрейінші деп па, не айтады екен? Көрейінші не айтады екен деген сияқты. Или подружкам айтты деген сияқты сондай мәселе. Мен оларға Википедия, Google сияқтымын да. Негізінде ондай проблемасын айтатындар бар, жазады. Жекеме жазады, перепискаларын жібереді. Күйеуім бүйтіп айтты, сосын мен бүйтіп айттым, сосын ол мамасы маған бүйтіп сообщение жазды. Бүйтіп қырып жазады. Оқимын соларды уақытым болған кезде. Бірақ ол энергия. Бірақ ол маған жұмысым ғой. Мен адамдарды түсінемін ғой. Дей тұрғанмен де сіз кәсіби тұрғыда психолог емессіз негізінде. Бірақ осыншама білім, осыншама дұрыс бағытты қалай сіз беріп жүрсіз адамдарға? Мен сол медикерге пиар мамандығына өткен кезде менде мүмкіндік болған жоқ пиар маманына оқуға. Бірақ пиардың тарихы, коммуникацияның негіздері туралы өте көп зерттегем. Жалпы алғашқы пиар қалай, тарихта алғашқы public relations қалай пайда болды, қалай бір адам туралы дұрыс пропаганда жасау деген сияқты осындай. Жалпы сол пиардың негіздерін өзім отырып интернетте отырып оқимын. Сол замандарда 2015-терде оқитын едім. Содан жалпы коммуникацияның маңызды екенін мен сол кезде түсіндім. Адамның сөзі арқылы, отырған отырысы арқылы көп нәрсе түсінуге болатынын білдім да. Сондықтан да маған жалпы адамдармен сөйлесу, партнерлармен сөйлесу қиын емес. Мен үшін ол мықты жұмыс та. Бәрібір қанша дегенмен адам мен адамның ортасында коммуникация болады. Ол тек сөзде емес, жаңағы сырт келбетің, сенің эмоцияң, сен киген киімің, отырысың, барлығы сен туралы әңгіме айтып тұрады. Одан кейін сен уже аузыңды ашасың, сөйлейсің. Сол ары қарай уже коммуникация жалғасады. Мен осы нәрсені көп зерттегем, көп интервьюларды қараймын, көп подкасттарды қараймын. Подкасттарды қарап отырып, өзім басында отырып разборлар жасаймын. Мен қазір тек қана киноларды разбор жасаймын ғой. Әлі подкаст разбор жасау деген нәрсеге әлі келген жоқпын, бірақ көреміз. Бізде жалпы Қазақстанда отырып, маман ретінде қазақстандық эксперттерді саралау әлі трендке айналған жоқ. Мысалы, Ресейде ондай бар, ақш-та сондай, Европада сондай бар ғой. Медийный адамды саралап, оны жаңа подкасттарын айтып, мынандай айтты деген сияқты. Бізде әлі Қазақстанда жоқ деп ойлаймын. Әлі білмеймін, мүмкін жасап бастайтын шығарым. Маған осы подкасттарды тыңдап, сол жерде подкастта әр адамның айтқан әңгімесіне қарап, оның ойлау жүйесін зерттеу маған қызық. Өте қызық маған. Бұның барлығы психологиямен келген жоқ. Сол коммуникация заңдылығы неден тұрады? Коммуникацияның астарында не бар деген өзімнің ізденісімнен келген тәжірибе. Енді тағы бір тақырып, ол сіздің әкеңіз. Ертең әкеңіздің туған күні. Сіздің өміріңізде алар орны қандай? Ой, мен папам ерекше адам. Үйдің кенжесі, ұлдан кенжесі, қыздан емес. Менің атам советтің кезіндегі продуктовый магазиндер болады ғой. Сондай үлкен магазиннің басшысы болған. Атамның бойы ұзын, мен бойым ұзын ғой. Менің атамның бойы ұзын болған, үлкен сондай сұсты кісі болған. Әжем наоборот бойы кішкентай, и она более такая теплая была. Мен кейін айтамын да, мамам да айтады да, атамның үйіне қыдырып барған кезде кішкентаймын ғой, бір 3-4 жасымда шығар мүмкін.
Адам сол ауылда тұрған кезде ең алғашқы болып 24 Волга алған. Серого цвета. 24 Волга, помните, вот эти вот решетки такие, хромированные, вот эта красота. Содан мен гаражға барып соны қарап отырады екен. Қазір қарасам мен BMW жақсы көремін ғой, BMW-ны жылтыр ұқсайды ғой соған. Сондай деймін да, бір атамның сол машина айдайтынына, сондайға қызығатын. Жалпы менің өмірімдегі ер азаматтар өте мықты деп ойлаймын. Соның арқасында мен жалпы менің өмірімде ер азаматтармен араласқан кезде дұрыс емес ер азаматты мен уже былай алыстан білемін. Уже өміріме жақындатпаймын. Не жұмыста, не бір ортада мен алыс ұстаймын. Өйткені жалпы өмірімдегі ер азаматтар өте мықты кісілер. Атам болсын, әкем сол Өзбекстанда туып өсті, мектепті де сол жақта бітірді. Одан кейін жалпы мындай, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бірдеңені біліп алсаң, соның артынан қалмайсың деп. Атам сол Өзбекстанда оқытқан, бірақ ол мен Қазақстанға оқимын, мен бухгалтер боламын дейді. Ол үйдің кенжесі ғой. Ол жақта Өзбекстанда қазақ болса да, бәрібір сен сол культураға енесің, ол жақта обязательно кіші бала үйленеді, үйде қалады. Менің әкем үйленіп үйде қалу керек болған. Оны сказал, жоқ, мен оқығым келеді, мен бухгалтерия оқығым келеді дейді, сонымен бұл торгуға кетеді. Ол кездегі торгу, ол кезде Жамбульский технический институт, кажется, был. Мен сол әке-шешем оқыған университетке барып түстім ғой. Сол жаққа кетеді де бухгалтерскийға түседі, сол жерде ол мамаммен танысады. Мамам Жамбыл облысының қызы. Мама Өзбекстанның жігіті. Сөйтіп, они начали встречаться, я помню, екеуі бірге бітіреді. Дипломда мамам екіқабат, то есть я уже, они поженились, мамам уже екіқабат. Олар сол студент болып үйленген екеуі. Папам сонда әке-шешесінің бірнеше заңдылығын бұзып отыр ғой. Кенже бала боламын деп үйде болған жоқ. Содан кейін ол жақта по традиции атана үйлендіреді. Атана қалыңдық таңдап береді. Оған жаңағыдай енді сол марқұм әжемнің, атамның арманы ғой. Сол кенже баламызға келінді өзіміз таңдап, үйлендіріп, үйде отырғызсақ деген. Ол тыңдамай оқуға кетеді. Өзінің сол Жамбыл облысынан жаңағы келіншек табады. Соны үйлендіріп Өзбекстанға алып барады. Там мама мучилась, түсінбейді, олардың диалект бар ғой қанша дегенмен. Тамағы басқа, тілі басқа. Были у них такие сложности, но он не послушался, и в итоге он там и не остался. Жасы сол үшке келеді, что-то бала отырмайды. Мышцы слабые. И в итоге сол сарсу алған кезде жұлынға повреждение болған екен ғой. Сонымен ол бала оған сөйтіп әрі жүгірді, бері жүгірді, невропатологқа, сонымен болмады ДЦП деген диагноз қойды. Інім 25 жасқа дейін өмір сүрді. Әке-шешем інімді түгел елдің қалдырмай оқытты ғой. Мектептің де білімі, ол да IT маманы болып оқыды, жұмыста істеді. Ел қатарлы барынша ортамызда жүрді, бірақ 2011-де осы мен екінші балам майда босанам, ол январда қайтыс болады. Иман болсын. Рахмет. Сөйтіп, осы мысалы отбасыда инвалид бала, ол үлкен қиындық. 2 жасқа, они оба молодые же. 2 жасқа ол өте үлкен қиындық. Бірақ менің көргенім сол кезде папам никогда мойымайтын. Наоборот, мама енді әйел болғаннан кейін ол көп жылайтын, жаңағыдай жаттығулар жасайды ғой балаға, ЛФК, ол жылайды, жасағысы келмейді. Бала жылаған кезде мама бірге отырып жылайды қасында. Сонда папам мойымайды, тұрғызып, сен бар шана бөлмеге өзім деп өзі жасатады жаңа балаға. Сүйреп жүріп емдетті екеуі. Көп ұрсатын сол баланың мәселесі бойынша ше, бірақ неге осылай болды деп бір рет екеуі бір-бірін кінәлаған емес. Ұрсат, қиын дейді, ақша жоқ дейді, басқа дейді, бірақ сенің кесірінен осындай болды, сенде осындай болды деген бір рет екеуінен осындай бір-біріне обвинение жасаған, сөйтіп бір-бірін кінәлаған көрген жоқпын. Они как команда, они вот эти проблемы решали, ұрсат, керсет, бірақ бір-біріне тіл тигізіп, сенен осындай болды, сенікі деген сияқты нәрсе болған емес никогда. Осы мәселеде папаның поддержкасы өте көп. Сосын 90-шы жылдарда момент болды, екеуі де жұмыс істейді, папа жұмыссыз қалады. Мамада ғана жұмыс бар. Сонда жасым 10-12 кезде мама жұмыста,
папа жұмысы жоқ қой енді. Үйде болады, арасында бірдеңе сатады, бірдеңе. Он очень хорошо продает, кстати. Продажа, он прям просто. Сонда үйде бізбен кітапты оқитын. Үйде жинайды. Бізге тамақты да береді. Маған тамақ істеп үйретеді. Маған тамақ істеп үйреткен әкем негізі, мамам емес. Былай істейсің, былай істейсің. Ең алғашқы рет маған борщ жасап үйреткен. Он прекрасно готовит, он все это учил. И сонда мен ойлайтынмын да, менің әлемім сондай да, мысалы менің отбасымда әлемім сондай. Мамам жұмыстан келеді, бәрі күшті, бәрі үйде дайын, екеуі как команда работали. Кейін уже жұмысқа шықты ғой. Но факт то, что осындай моmentте әкем сынған жоқ та. А мен кейін білдім. Мен көп сол ауылда осындай таныстарымда, класстастарымның ортасында көбісінің әкесі осындай моментте ішіп кеткен. Просто ішіп кеткен. И кітап айтып отырмын, кітап. Мен жыным келетін еді. Неге маған туған күніме ойыншық бермейді деп ше? Ойыншық бермейді. Мынандай толтырып кітап әкеледі. Бірақ мен оны оқимын. Иттей болып оқисың ғой оны. 12-ден кейін телевизордың бәрі өшеді. Жасөспірімдер негізі көбісі ұйқысы келмейді ғой. Білмеймін, мен сондай, мен балаларым да сондай. Жатып сол кітапты оқисың. Сол үшін әкемнің жалпы менің өміріме қосқан үлесі өте көп. Ер азамат қандай болу керек деген нәрсені ол өз үлгісінде көрсетті. Білім мәселесін түсіндірді. Оқу керек, қызым оқу керек. Ерінбей менің күнделіктерімді тексеретін. Менің мектептегі өміріме де көп үлес қосатын еді. Наурыздарда киіз үй тігу, бірдеңе жиналыстарға бару, вообще не проблема ғой. Бүкіл директорден бастап завуч бәрін таниды. Соны бәрін таниды. Яғни осы жағда менің әлеуметтік өміріме қатты қосылады еді. Маған өте көп осы нәрсе сенімділік алып келді. Ол мен кейін түсіндім. Сен бала кезде дым түсінбейсің. Бірақ кейін өскен кезде қарайсың, оказывается, вот. Сол папам сол артымда сол маған сондай демеу болғандықтан, қорықпай менің ағайларыммен бәрімен сөйлеседі, менің сөзімді сөйлейді, менің жағдайымды жасайды. Соның арқасында сен бәрібір сенімді болады екенсің. Сен просто адамдардың бетін былай тіке қарайсың да, сен ештеңеден қорықпайсың. Әкенің рөлі осы мәселеде өте маңызды деп ойлаймын. Тамаша. Енді қорытындылайық. Қазір бір сұрақ, содан кейін фильм жайлы айтып берсеңіз. Как сохранить брак деген кітаптың авторы бар екен, Дерек Медина. Сол кісі әйелімен жанжалдасып, өлігін Фейсбукқа салады. Көпшілік алдында сөйлеп, достар табу туралы еңбектің авторы Дейл Карнеги Ходжкин дертіне шалдығады да, ақыр соң жалғыздықтан қайтыс болады. Ребенок и уход за ним деген кітаптың авторы Бенджамин Спок, ұлы да немересінің нашақыр болып шығады. Сөйтіп дүниеден өтеді. Бақыт жайлы кітап жазған кәріс жазушы Чхе Юн Ви деген кісі депрессияға ұшырап, ақыры асылып өледі екен. Әйгілі адамдардың өмірі осылай өткен. Сен жалғыз емессің кітабының авторы Роза Әшірбаева. Жалғыздық. Неге жалғыз емессіз деп па? Жалғыз болып қалудан қорықпай ма? Жалғыз болып қалудан осы жаңа қосып кететін Рокфеллердің қызы да кедейліктен өледі ғой. Сол сияқты мы в ответе за себя, не за своих детей, наверное. Уже 18-ге сен ата-ана ретінде балаңа 18 жасқа дейін жауаптысың. Содан кейін бергенше бердің 18-ге дейін. Жалпы 18 деп айтады, но негізі уже где-то бір 11-12 жаста балаға ата-ана авторитет емес. Барынша бергің келген нәрсені сол кезде бересің, одан кейін уже болды, поздно. Сондықтан да барынша тырысамыз, егер менің сен жалғыз емессің кітабының негізі мағынасы ол жалғыздық туралы, немесе адамның жалғыздығы туралы емес, ол жерде мағынасы кең. Сен жалғыз емессің кітабында, сенің проблемаңда сен жалғыз емессің деген сөз. Тамаша. Енді фильм. Ұялам, но ұялам. Ұялам, но ұялам, иә. Ұсыныс кімнен түсті? Назар аудар продакшннан түсті. Көңіліңізден шықты ма? Алғашқы рөл ғой енді дегенмен. Сізді ресми түрде актриса ретінде танытқан. Енді ресми түрде актрисамын. Өзім таңғалып отырмын, қалай осылай болды. Жаңа сіз айтқандай, мен өте жаңағыдай қорықпаймын. Көрейік деп. Бір-екі адамнан консультация алдым, ұсыныс түскеннен кейін. Қалай жалпы негативті рөлден кейін өмір бар ма деп. Өйткені жалпы бір антагонист рөлдегі сценарий бойынша солай. Бірақ кеше киноны қарап отырсам, мен жаман кейіпкер емес сияқтымын. Оны енді барғанда көреміз бұйырса. Сондықтан да киноның жалпы месседжі өте жақсы. Өте жақсы.
Ең басты бұл жерде режиссердің да сценаристтердің де алға тартқан нәрсесі отбасы, ол команда болу керек. Кез келген проблеманы бірлесіп шешу керек, ауызбіршілік болу керек, әйел мен ердің ортасында ауызбіршілік болу керек та. Осы мәселені алға тартады, осы мәселе болмағанда қандай қиындықтар болуы туралы айтады. Яғни, білесіз ба, отбасы тек құштарлық пен махаббаттан ғана тұрмайды ғой. Бізде сөйтіп ойлайды да, если меня к тебе тянет, если у нас есть страсть, если у нас есть секс, значит будет семья. Это вообще не так. Как раз сол кинода көруге болады. У них с этим все в порядке. Бірақ жаңағыдай стратегиялық тұрғыда, қаржылық тұрғыда мәселелерді шешуде ауызбіршілік жоқ. Басқасы бар. Жаңағы қалай өмір сүреміз, не жейміз, не киеміз, қайда тұрамыз деген мәселеде ауызбіршілік жоқ. Осы мәселеден конфликт туындайды. Сол кино соның көріндісі деп ойлаймын, келіп көріңіздер. Гонорарыңыз қанша болды? Контракт бойынша айта алмаймын. Кеше бүкіл журналист соны сұрады ғой. Бірақ сіз өзіңіз ұсындыңыз ба осындай сумма деп, жоқ әлде олар біздің бюджет осындай деп айтты? Бізде не болды? Торговля болды. Сауда-саттық болды десең. Болды, иә. Енді Омраға келдіңіздер деген сенімдемін. Иә, келе алғаннан кейін киноға түстік қой. Былай енді мен ақшаға мұқтаж адам емеспін. Сондықтан да өзімнің ұсынысымды қойдым. Барынша келісімге келдік. Тамаша. Рахмет, Роза ханым, өте танымдық сұхбат болды деп ойлаймын. Жалпы сұхбатты өтірік айттыңыз ба? Өтірік айтқанымды ұнатпаймын. Мен неге, өйткені өтірік айтқан адам энергия құртады. Ертеңгі күні сен сол сөзің үшін мені өстіп айттым, осылай болмай қала ма деген сияқты мәселеде. Бірақ пенде болғаннан кейін мен мысалы қазір сізбен отырамда, осы ситуацияда бір өзімнің ойымды, өзімнің эмоциямды, өзімнің қазір осы состояниемді айтып беремін да. Ол ойым мен состоянием өзгерген кезде, өзгерсе, басқа ситуацияда, мүмкін келесі интервьюда өзгерсе, ол өзгеруі мүмкін. Осы мәселеде мындай мәселе бар, адамдарда түсініспеушілік бар да, өтірік айту және ойдың өзгеруі. Я, сіз өтірік айттыңыз ба, или қалай? Ойдың өзгеруі деген бар. Мен бүгін осылай ойласам, енді былай ойладым. Мысалы, киноға түсіп болғаннан кейін мен айттым, бұдан кейін киноға түспеймін деп айттым. Мен сөйтіп айттым. Бұдан кейін киноға түсетін болсам, менің шашымды қырқыңдар деп айтам. Жаңа пиар директорым айтам, как ты? Мен үшінші күні кеткім келді ғой киноны түсірдім мен. Там был штраф, хороший такой штраф. Мен бухгалтермен хабарласып айттым, мына ақшаны табыңдар, мен кетем кинодан деп. Сонымен олар бәрі шулап, 3 күннен кейін өз бір күн демалыс берген. Сонымен күйеуіме де айттым, түспеймін дедім. Шаршап кеттім, түсе алмаймын, мен актриса емеспін, құрсыншы, қан жүріп кетті деп жаңағындай. Өйткені 12 сағат сен тоқтаусыз сол жерде жүресің. Шаршап кетесің кәдімгідей ше, оңай емес актерский жұмыс. Сонымен мен оған таңертең айттым күйеуіме, күйеуім, хорошо деді, қазір шамалдан кейін қазір жыны басады деп өзіне естеген шығар. Сонымен әбден шаршағам ғой 3 күн. Демалысымыз болды, тамақ іштік, бір-бірімізбен біраз сөйлестік, бір кезде отырып айтады, қаншама адамның еңбегі, мейлі сен штрафын төлейсің, бірақ сол 3 күн бойы менімен бірге осы эпизодта түсірген адамдар қайттан жолын жасау керек. Сонымен сен давай қоя ғой деп сөйтіп күйеуім мотивация беріп, кішкене получится, ничего страшного, кішкене не істейік, демаласын, одан кейін санаторийға барасың, давай деп сөйтіп мақұл деп сонымен ары қарай түсірдік қой. Бірақ рас соны кейін азаматтарға да айтып жатырмын ғой, мен уже штраф төлеуге ақша дайындап жатқанмын деп. Сондай өте комфорт жақсы көрем, жаным қиналғанын қаламаймын. Сондай кезде бір срыв болған момент болды. Тамаша. Рахмет. Құрметті достар, осымен біздің сұхбат тәмам. Арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Жаңа жылдағы жаңа сұхбатыңыз құтты болсын. Рахмет. 26-шы подкаст.